Биыл азаматтық қызметкерлердің жекелеген санаттарының жалақысын орташа есеппен 20%-ға кезең-кезеңмен өсіру жалғастырылмақ. Бұл санатқа бухгалтерлер, экономистер, заңгерлер, мұрағатшылар, кітапханашылар, мұражай танушылар, орманшылар, техникалық персонал және тағы басқа мамандықтар жатқызылады. Бұл мемлекет басшысының 2021 жылғы 1 қыркүйектегі халық бірлігі және жүйелі реформалар ел өркендеуінің берік негізі атты Қазақстан халқына жолдауында айтылған тапсырмасын орындау мақсатында жүзеге асырылмақ. Жалақыны көтеру бухгалтерлер, экономистер, заңгерлер, мұрағатшылар, кітапханашылар, мұражай танушылар, орманшылар, техникалық персонал және тағы басқа мамандықтар бойынша жұмыс істейтін 600 мыңға жуық азаматтық қызметшіге әсер етеді. Осылайша 2022-2025 жылдар аралығында азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысы 2 есеге ұлғаяды. Дәл қазіргі жалақы мөлшері сіздің көңіліңізден шыға ма, шықпай ма, комментарийде қалдырсаңыз болады.